Аңсар, шын мәнінде қолыңызға не болды? Шын мәнінде құлап түстім негізі. Құлап түстіңіз. Құладым. Жаман құладыңыз. Нормально құладым. Түн ішінде больницаға барып, осы Тимур досыма рахмет, поддержка беріп, бірге барып. Содан ұйқымыз қанбағанымыз бар еді. Тимур досыңыз қасыңыздан табылды. Неге Бекзат досыңыз табылмады? Бекзат досым просто каблук екен, білем да. Жоқ, ондай мағынада емес. Өздері просто жыбыр етіп жүреді. Қыздарға қарай біз ештеңе претензия емейді етпейміз. Ада каблук деген нау. Мен де шенкелін претензия ойнап айтамын. Ойнап айтамын. Бірақ ішіңізде бар. Ішімізде емес, ақиқат деп. Сондай екен. Басқа не жаңалығыңыз бар? Мектеп бітіргеніңізге қанша уақыт болды? Қалайсыз, Тимур? Көңіл күйіңіз қалай? Күшті ма? Демалысыңыз қалай өтті? Нормально, шүкір Аллаға. Жақсы өтті ма? Неге күлдіңіз? Неге күлдіңіз? Мынандай қызықтар болып қалды. Құлап түсті мына бауыр. Құлап түсті. Шөлімді басар. Сен сұраған секілдісің. Маған шок в шоке болады. Да? Прям андай келе отырмын ана. Енді басында өзі ақша берді, сосын жетпеді дейін енді. Реально. Көрала сенен ақша сұраған жоқ па? Қыздар ма? Амина. Жоқ, сұраған жоқ. Қыздар. Қыздар. Өмірдегі ма? Жоқ, Бердің ба? берген кездерінде болды, Ең көп қомақты ақша қанша бердің? 50 мың. Меруерт, сен ақша сұрайсың ба жігіттен? Өзі берем десе, қабылдамаймын, бірақ если настоятельно айтып жатса, қабылдаймын. Осы уақытқа дейін берген жігіттер болды ма ақша? Жоқ. Алмадың мүлде ме? Алмадым, только маған былай подарка ретінде берсе ғана ала аламын. Қаз байқағаным, жаңағы күркіреп жүргендері, мырқырап жүргендері көп, тұмау дейді көбі, температура дейді, бауырып жүргендері көп. Соған байланысты ковид сияқты, білмеймін, нешінші волнасы екен. Ал денсаулық ол басты байлық деген, жылы киініп жүргендер, күз келді ғой. Білмейді, уже сентябрь, жаз бітті ағайын. Жылы киініп жүргендер, 13 градус болып тұр қазір. Қаңдар, денсаулық басты байлық. Сондықтан кішкене жылы киініп, өздеріңді күтіп, ауырмай, күліп, ойнап, жұмыстарын жасап жүріңдер.